Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай балапандарға арналған тәтті коктейльдерді жасау жолымен бөлісемін. Өте қарапайым, өте оңай, үй жағдайында балапандарыңызға жасап берсеңіздер болады. Шоколадты коктейль және бананды коктейльді жасайтын боламыз. Ең алдымен осы ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Қажетті ингредиенттерді описаниеде көрсетемін. Әдеттегідей аз ғана сүтті осындай сотейникке құйып, оның үстінен шоколадымызды салып, жай отта осылай ерігенге дейін, қайнағанға дейін ертіп алатын боламыз да, одан кейін сәл азғантай 1 минуттай салқындатып алып, одан кейін оны ыдысымызға дайындайтын боламыз. Қалған сүтімізді құйып, яғни сап-салқын сүт болып тұру керек. Оның үстінен ерітілген шоколадымызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап осылай құйып алыңыздар. Түбінде шоколады қалып қоймасын, одан кейін жақсылап біркелкі етіп араластырамыз да, кішкене блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер де сізде үйіңізде блендер болмаса, миксерді пайдалансаңыздар болады. Енді оның үстінен балмұздағымызды салатын боламыз. Менде бұл жерде балмұздақ кішкене еріңкіреген, өзім солай болғанын қаладым. Одан кейін мен мынадай блендердің венчик сияқты түрін пайдаландым. Яғни ол жақсылап көпіршіту үшін, яғни көпіршіктер пайда болу үшін осылай жасап алдым. Дайын болған коктейлімді осындай бокалдарға құйып алдым. Егер негізінде коктейльдерге өте ұзын, сопақша, үлкен бокалдар жақсы, керемет болады. Менде ондай бокалдар болмағандықтан үйде бар бокалды пайдаландым. Енді оның үстінен әрлеу үшін шоколадты осылай үккіштен өткізіп алып, үстінен сеуіп, осындай керемет тәп-тәтті коктейльдерді жасап балапандарыма ұсындым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді. Ең бастысы үй жағдайында өз қолыңызбен жасайсыз. Ал енді екінші коктейльді жасау үшін, бананды коктейльді жасау үшін, ол үшін маған сүт, 2 дана банан және балмұздақ қажет болады. Сүтіміз міндетті түрде айтып өтіп кетейін, тоңазытқышта тұрған болу керек, өте салқын болу керек. Енді банандарымызды осылай өзімізге ыңғайлы етіп, кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей осындай бөліктерге бөліп алдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл жерде енді екінші жолын миксермен дайындайтын боламын. Достар, менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазып, жақындарыңызбен бөлісіп кетуіңізді сұраймын. Ол менің каналымның дамуына өте керемет әсер ететін болады. Енді міне банандарды осылай барлығын ұсақ бөліктерге бөліп алдым. Тіпті осы жерде бананды езіп алсаңыздар тіптен керемет болады. Мен енді осылай сізге барлық жолын көрсетуді жөн көрдім. Егер де осылай үлкендеу бөліктерге бөліп алған болсаңыздар, онда бірден миксерді пайдаланғанда ыңғайсыз болады. Сондықтан да жақсылап пюре сияқты езіп алсаңыздар, бірден миксермен пайдаланып кетсеңіздер болады. Енді оның үстінен мен балмұздағымды салып, міне жаңа айтып кеткендей, осы банандарды езіп алу үшін блендермен езіп алдым да, одан кейін әрі қарай көпіршігі жақсы шығу үшін миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Міндетті түрде көбік жақсы болу үшін 1-2 минут үлкен жылдамдықта миксерлеп алатын боламыз. Дайын болған коктейлімді осындай стакандарға құйып алдым. Қажетінше осындай трубочкамен балапандарыма ұсындым. Өте керемет, дәмді болды. Тағы да жасап беруімді сұрады балапандарым. Міндетті түрде жасайтын боламын.